Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың ортақ тақырыбы «Мен істейтін жұмыс бар». Оның ішінде жұмыстың жылуы тақырыбына тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабақтың мақсатында, яғни қысқы еңбек түрлерімен танысатын боламыз. Оларды ажырата білеміз және жұмыстың жылуы арқылы жұмыстың пайдасын анықтайтын боламыз. Енді балалар, бүгін біз сіздермен қысқы еңбек түрлерін ауызша айтатын боламыз. Мысалы, малды күтуге байланысты қандай жұмыс түрлері болады? Үйде, мысалы, шөп салу, су беру малда қысты күні. Үйді жылытуға байланысты қандай? Көмір әкелу, отын әкелу, ағаш әкелу. Үй шаруасы, қар күреу. Ары қарай өздеріңіз қысты күні қандай үй шаруасында жұмыстармен айналысасыздар? Толықтырып жазыңыздар. Жақсы оқушылар, кесте тапсырмасы бойынша жұмыстың түрлерін жақсы анықтай алдыңыздар. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз жұмыстың жылуы өлеңінің авторы Қадыр Мырзали туралы мәліметке назар аударыңыздар. Жұмыстың жылуы Қадыр Мырзали. Долсынай боранның тұлыбыма орандым, кімге қамсау тұлыбың, от жағалық құлыным. Деді апам бара ғой, бірер шөрке жара ғой. Жеңіл желпі киініп, белді буып түйініп, жұмысқа тез кірістім. Мол жаруға тырыстым. Салдым күшті мен шындап, бірте-бірте шым-шымдап, бойға жылу тарады, апам маған қарады. Деді сосын ерледің, от жақпай-ақ терледің, жылуы бұл жұмыстың, қызуы ғой бұл істің. Ал енді кім жылдам әдісіне байланысты өлеңді түсініп оқып, мына сұрақтарға дұрыс жауап беріп көрейік. Ал енді балалар, дәптерімізді ашып, астында тұрған сөздікті жазып, түсініп оқып, дәптерімізге әдемі етіп көшіріп алайық. Енді балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада сіздер бүгінгі өткен жұмыстың жылуы өлеңіне сүйене отырып, оның мазмұнын өз сөздерімен әңгімеле деген тапсырма берілген екен. Бірінші тапсырмада мысалы жұмысқа дейінгі баланың іс-әрекеті, сөзі. Қалай ойлайсыздар? Бала ол жерде не ойлады? Яғни тоңды, оранды, бораннан тоңа бастады. Киімі дейді. Қандай киім киді ол кезде? Апасы қандай сөз айтты? Киімінің, баланың жұмыс кезіндегі киімі қандай болды енді? Қандай іс жасады? Және жұмыстан кейінгі күйі апасының қандай сөзімен аяқталды? Апасы баласына риза болды ма? Жұмыстан қандай нәтиже шықты? Келесі төртінші тапсырмамен жұмыс жасайық. Бұл жерде өзің қыста қандай жұмыстар атқарасың деген сұраққа жауап ретінде өздерің әңгімелеп жазып көріңіздер. Келесі бесінші тапсырмаға назар аударайық оқушылар. Суреттегі еңбек түрі туралы әңгімелеп көрейік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ меніңше сіздерге жақсы ұнады деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабақта не түсіндік, не түсінбедік, не білдік, соған байланысты, кері байланысты мына рефлексия бойынша бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жақсы балалар, бүгін сабақты жақсы түсінген екенсіздер. Сабаққа қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Қош сау болыңыздар, сабақ аяқталды.